Түркістан қалалық полиция басқармасының кезекші бөліміне Түркістан қаласының тұрғыны арызданған. Ол өзінің арызында WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы топты құрып, өзінің сеніміне кіріп, алаяқтық жолмен 200 мың теңге материалдық шығын келтіргенін көрсеткен. Осы орайда Түркістан қалалық полиция басқармасы мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының негізінде, яғни алаяқтық фактісі бойынша бір сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталған. Басқарма қызметкерлерімен жүргізілген іздестіру шараларының нәтижесінде күдікті тұлғаның жеке басы анықталып, басқармаға тергеу амалдарын жүргізу үшін жеткізілген. Бұдан басқа, аталған күдіктің республика көлемінде бірнеше қылмыстары әшкереленген болатын, яғни осы қылмыс салдарынан жәбірленушілерге 2 миллион теңгеге жуық материалдық шығын келтірілген. Түркістан қалалық полиция департаменті және полиция басқармасы Түркістан қаласының халқына ескертеді: алаяқтық фактілерден сақ болыңыздар.